Саламатсыздар ма? Менің жобам қазақ дәстүр борт деп аталады. Жобаның мақсаты қазақтың салт дәстүрлерін жаңаша форматта насихаттау. Қазіргі таңда жастар және ересектер арасында осы қазақтың дәстүріндегі ет жіліктеу, табақ тарту рәсімдері ұмытылып бара жатыр. Осы орайда осындай электронды тақтаны ұсынғым келеді. Яғни алдарыңызда қой малының бейнесі, яғни ол бөлшектерге бөлінген, яғни жіліктерге бөлінген. Осы жіліктердің атауын білу үшін кез келген нүктені бассаңыз, оң жағында атаулар берілген, ол қандай жілік екенін білуге болады. Яғни бұл жердегі негізгі құндылық қазақ салт дәстүрін жаңғырту, осы жастарға жаңаша бағытта, STEM бағытында үйрету, насихаттау. Бұл жерде функционалдық құрылымы Arduino микроконтроллері қолданылған, және светодиод және кнопка. Яғни бұл жерде тағы да басқа кнопкалар орналасатын болады. Бұл біздің концепт жоба болады. Сонымен қатар сіздерге екінші осындай электрон тақта, бұл табақ тарту рәсімі. Яғни бұл жерде керісінше мына жақта тізім берілген. Осы тізімдегі атауларды басатын болсаңыз, бұл шеңбердің ішінде мысалы табақтың атаулары жазылған, қай табаққа қатысы бар екенін білуге болады. Яғни осындай сіздерге жобаны ұсынғым келеді. Назарларыңызға рахмет.